Нағыз ұбт-да келетін сұрақтардың бірін талдайық. Алдымызда түркі қағанатын Византиямен байланыс орнататын негізгі себебін анықтаңыз деп тұр. Түсіндірейін, осы уақытта қандай жағдай орын алды. Түрік қағанаты енді пайда болды. Иштемей Мұқанның қоластындағы үлкен империя пайда болды. Олардың қоластында барлық Ұлы Жібек жолының жолы тұрды. Және де бүкіл Ұлы Жібек жолының батысқа жүретін жолы, яғни ары қарай Еуропа болсын, Византия болсын, өтетін жолдардың барлығы Иран арқылы өтетін болған, немесе Парсы жер арқылы. Бүкіл байлықты олар өз қолына алып отырды. Түрік қағанатына бұл ұнамады. Иранның күшті болуы және де түрік қағанатының басты қарсыласы болуы ұнамады. Сол себепті де ортақ жауды тапқан Византия мен түрік қағанаты бір-бірімен елшілік ауысып, осы Парсы ықпалын әлсірету мақсатында елшілік алмасқан болатын. Сол себепті жауабын өздеріңізге белгілеп жазып алыңыздар. С жауабы. Жауабы Парсы ықпалын әлсірету. Осындай қызықты тағы да сұрақтарды көргілеріңіз келсе, ұбт талдауын менің парақшама жазыңыздар. Әр күн сайын сіздерге видео шығып тұрады. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар.